Мен саған олай дегенім жоқ. Сен мені сүймейсің. Абай атамыз айтқан, ғашықтың тілі тілсіз тіл, көзбен көрде ішпен біл деп. Сен мені сүйсең, менің көздерімнен ақ сен үшін күйіп пісіп, күн түн демей жүргенімді түсінер едің. Мен үшін күлкімді келтірмеші. Сонда мен үшін не істедің? Айтшы қане. Сені мұндай түсінігі таяз деп жеті ұйықтасам да түсіме кірмеп еді. Мен емес, мына сен мені түсінбейсің. Үнемі түн жарымда келесің, маған еш уақытың жоқ. Сонда мен жұмыс істемей, ешкіммен араласпай, тек сенің қасыңда болуым керек пе? Бірде анадан қызғанасың, бірде мынадан. Мені тек сен ғана иелік ететін зат емеспін, адаммын. Иә, мен сені қызғанамын, қасымда болғаныңды қалаймын. Өйткені мен сені сүйем, бұл махаббат. Жоқ, сендегі сезім махаббат емес, ол дерт, махаббат дерті. Сенің сызған сызығыңнан шықпайтын. Тек сені ғана көріп, өзгенің бәрін бір шетке сыратын, үнемі жаныңнан шықпайтын еркек керек болса, шығатын есік қайда екен білесің. Сонда сен маған кет деп тұрсың ба? Сенің бітпейтін қайдасың, қайдан келдің, қайда барасың, не істедің деген сұрақтарыңнан жалықтым. Мен сенің балаң емеспін, мен ересек адаммын. Солай ма, керісінше мен саған кетемін деп айтқым келген, сау бол, кетсең кет, саған жалынбаймын. Айнұр түн ортасында такси шақырып, сөмкесін жинап вокзалға барды. Артынан сүйген жары іздеп келер деп үміттенді. Бірақ өкінішке орай бірнеше сағат өтсе де Қанаттың көлеңкесі көрінер емес. Қоңырау шалар деп телефонына үңілуде, бірақ ешбір қоңырау жоқ. Үмітін үзіп, өз үйіне қарай жол тартты. Уақыт түске таяса да, келіні тұрмаған соң, Назым мен Ғазиза алаңдап, жандары жай таппай, есікті қағып, еш жауап ала алмаған соң, жатын бөлмеге ақырын кірді. Шашылып жатқан киім-кешек Айнұрдың бос төсегін көргенде абдырап қалды. Ұйықтап жатқан ұлының желкесінен бір ұрып жіберді. Ей бала, келін қайда? Апа, ол жоқ, кетті. Кеткен несі? Қайда кетті? Үйіне. Мен оған кет дедім. Сенің денің сау ма? Мұның не? Тез қане қоңырау шал. Балам, мұның не? Алғашында оған да қиын екен түсінсеңші. Үйренісіп кетер еді ғой. Сен үшін сонау алыстан өз үйін тастап, осында келген жоқ па? Апа, егер маған сенсе, сұрақтың астын алмай, үндемей, жылы қабақпен қарсы алатын еді. Ал сенім жоқ жерде сезім үстемдік ете алмайды. Балам, мен оған хабарласпаймын. Сіздер де хабарласушы болмаңыздар. Өзі кетті, өзі келсін. Онсыз өмір тоқтап қалмайды. Ай, қырсығым-ай. Бұл мәселені қайта қозғамаңыздар, өтініш. Назым мен Ғазизаның Айнұрдың жолына қарағаннан басқа шаралары қалмады. Айнұр үйіне жетіп, бүкіл мән жайды жылап отырып анасына баяндап берді. Самалдың, Айнұрдың анасы, қан қысымы көтеріліп байбаламға салды. Сені бір ай бұрын ұзатқанда бұлай қайта келеріңді білмедім ғой. Ай, оңбаған неме, мен оған көрсетермін әлі. Мені кім деп тұр, үрім бұтағымен қосып құртып жіберемін, менімен ойнаған екен. Қатынның айқайы, қызының көз жасынан мезі болған Айдар ашуға бой алдырды. Жетер енді, доғарыңдар. Шапалақ ешқашан бір қолдан шықпайды. Қуып жіберсе, сенің де кінәң бар болар. Әй, сен не деп тұрсың? Осы сенің денің сау ма? Сендей адаммен 25 жылдан бері қалай жүрмін? Таң қаламын. Өткенде құда-құдағиыңды өз көзімізбен көрдік емес пе? Дені түзу, ақылы есті кісілер. Олар да біреудің қызын қуып жіберетін ақымақ емес болар. Сен араласпай көзіме көрінбеші, бар жұмысыңды істеші. Айдар басын бір шайқап сыртқа шығып кетті. Самал Қанаттың ата-бабасына дейін қарғап болар емес. Түнімен көз ілмеген Айнұр бас ауруды қойдыратын дәрі ішіп ұйықтап қалды. Кешкі уақыт анасының айқайына шошып оянып кетті. Жұрттың бәрі тамақ ішіп болды. Қайда жүрсің кешігіп? Не бітіріп жүрсің өзі? Не бітірген несі? Жұмыс істеп жүрмін. Ой Алла, осы сенің тергеуінен шаршап кеттім бар ғой. Менің не бітіріп жүргенімде шаруаң болмасын. Бұл көріністі тамашалап тұрған Айнұр терең ойға батып кетті. Есін жиып тамағынан ас өтпей қайта төсегіне жатып қалды. Жары іздеп хабарласқан болар деген үмітпен телефон қосып еді, үміті ақталмады. Оны іздеп хабарласқан бірде-бір адам жоқ. Анасы мен әкесінің күндегі ұрыс-керісі Қанатты есіне түсіріп отырды. Өйткені анасын көрген сайын айнадан өзін көргендей болатын.
Ол да дәл анасы секілді жарын жөнсіз тергейтінін түсінді. Анасы әр тергеген сайын ашуға булыққан әкесін көріп, оған жаны ашып аяп қалатын. Ер адамды ары-бері жұмсап, жөнсіз жекіру, сырт көзге ерсі көрінетінін түсінді. Бір апта салып сөмкесін жинап, жолға дайындалды. Қызым, не болды, қайда барасың? Үйіме. Кәне бәрін таста, өздері келіп кешірім сұрап алып кетпейінше ешқайда бармайсың. Кетемін апа. Бұл жағдайға кінәлі өзім екенмін, тек өзім. Қалайша? Сізге бір сұрақ қояйыншы. Әкем екеуіңіздің араларыңызда махаббат бар ма? Қызым-ау, мұның не? Өтінемін, жауап беріңізші. Иә, енді кезінде бізде жас болдық. Болды әрине. Болды дейсіз бе? Ендеше неге әкеме сенімсіздік танытып тергеп әуресіз? Қанат рас айтқан екен. Мендегі махаббат сезім емес, дерт, махаббат дерті. Және ол дерт маған сізден жұққан екен. Ол мені сүйеді деген сөз, ол мендік. Ол менің айтқанымды орындауы тиіс. Менің дегеніме көнуі керек. Менің айтқаныммен жүруі керек дегенді білдірмейтінін енді түсіндім. Шын махаббатта күмән, өзімшілдік, менмендік болмайды екен. Егерде өзімшілдік болса, онда ол махаббат сезімі емес, махаббат дерті болғаны. Қанаттың мені қуып жібергені дұрыс болған. Әйтпесе бұл дерттен айыға алмай, жолдасымды өмір бойы жер қылып өтер екенмін. Әйел билеген шаңырақта береке болмайтынын түсіндім. Бір кезде күйдім-сүйдім дегендердің бір-біріне лақтырар тасы, тағар айыбы неге көбейеді дейсіз? Осы махаббат дертінің кесірінен. Өзім барып кешірім сұраймын. Айнұр жолға шығып кетті. Анасы не айтарын білмей есеңгіріп қалды. Ұзақ ойланды. Өзінің өзімшілдігі, өр көкіректігін түсінгендей болды. Айнұрдың келерін іштей сезген Қанат оның жолын тосып жүрген болатын. Оны көргенде көздері оттай жанып ұшқын атты. Жүгіріп барып құшақтап алғысы келгенімен, онымен бірге күнде жол қарап жүрген анасынан ұялып ішке кіріп кетті. Айнұр енесіне иіле сәлем салып, мойнынан қатты құшақтап, екі бетінен кезек-кезек шөпілдете сүйіп алды. Енесі оның өз қатесін түсінгенін бірден ұғып, артық сөз айтпай маңдайынан сүйіп ақ батасын берді. Үйге кірген бойда дереу киімдерін ауыстырып, өз қызметіне кірісіп кетті. Өз ісінен ұялып, біраз уақыт көзін төмен қаратып жүргенмен, үй іші қолдау көрсетіп, еңсесін қайта көтерді. Қанаттан өз ісі үшін кешірім сұрап, екі жастың махаббаты қайта лаулап жана бастады. Ешқашан тергеп, сұрақ қойып, бұйрық бермейтін болды. Араларындағы түсінбеушілік жойылды. Бақыттары баянды болды. Айнұр тек өзі ғана өзгере қоймай, анасын да жөнге салып кетті. Айнұрдың жұмысы біркелкі болып, табысы ұлғайып, үйге береке кірді. Махаббат дерті бұл сүйген адамыңыз тек сізді ойлауға жет. Сізге бар уақытын арнауға жет. Айтқаныңызды бұлжытпай орындауы қажет деген ұғым. Шын сүйген жандар, сенікі, менікі деп бөлінбейді. Екеуі де бір арманға, мақсатқа талпынады. Ал сіздің бұл дерттің белгілеріне алып қосарыңыз бар ма?